Бүгін бірқатар Шымкенттік көп балалы аналар қоныс тойын тойлады. Нақтырағы 90 отбасы әлеуметтік пәтерге ие болды. Аталған үйлер Нұрлы жер бағдарламасы аясында тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға сатып алу құқығынсыз берілген. Жаңа қоныстанушыларды баспанамен қалалық мәслихат хатшысы Бахадыр Нарымбетов және қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исақов арнайы құттықтап пәтер кілттерін табыстады. Президентіміздің өзі кез келген өңірдің әлеуметтік жағдайының барометрі ол көп балалы аналардың жағдайы деп айтқан. Сондықтан да бүгінгі күнгі қуаныш біздің әлеуметтік жағдайды жақсарту. Соның ішінде біздің алтын аналарымыздың жақсы отбасылардың бақытты күнін өткізіп отырмыз. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Тұран және Нұрсат шағын аудандарында орналасқан пәтерлердің 37-сі көп балалы отбасыларға, 36-сы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топ мүшелеріне, 17-сі жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар санатындағы азаматтарға тапсырылды. 90 пәтер беріліп жатыр. Жылдың басынан бері берілген пәтер 338. Енді 49 мыңнан аса деп айттық қой. Соның ішінде басым бөлігі көп балалы аналар 10 мыңнан астамы. Енді қазіргі таңда бүгінгі қоныстандырып жатқанымыз көп балалы аналар. Тағы айтып өтетін болсам, арендалық үймен жылдың соңына дейін 1605 пәтермен қамту жоспарланып отыр. Бүгінде пәтерге ие болған көп балалы аналардың қуанышында шек жоқ. Қоныс тойын тойлап жатқан көп игі бастаманы жүзеге асырып тұрғындарды қуантқан қалалық әкімдікке алғысын жаудырды. Қала әкімдігіне көп рахмет айтам. Тұрғын үй басқармасына рахметім шексіз. Әрбір қазақ үйлі болсын. Үйлеріңіз толы береке, шаңырақтарыңыз тек қана қуанышпен тола берсін. Қуанышымыз көп болсын.